Ванга ешқашан қателеспейтін көріпкел. Иә, біз бұрын Ванганы солай деп ойлайтын едік. Оның барлық болжамы тура шығып, абыройға ие болды деп есептеді. Әйтсе де Ванганың көптеген болжамдары қате болып, бүкіл әлемді дүрліктірді. Әсіресе оның ақырзаман туралы айтқан болжамына сеніп, жер астынан бункер қазып, сол жерде әлі тұрып жатқан адамдар бар болуы әбден мүмкін. Біз бүгінгі видеода Ванганың шықпай қалған қате болжамдарына тоқталатын боламыз. Ванга 2008 жылы әлемде 4 үлкен елдің басшыларына шабуыл жасалады деді. Дегенмен бұл жылды бүкіл әлем президенттері ешқандай қан төгіссіз өткізді. Яғни Ванга осы жерде қатты қателесті. Ванга 2010 жылы 3-ші дүниежүзілік соғыс басталады деп болжады. Соғыс қараша айында басталып, 2014 жылы бітеді деді. Соғыс бітер кезде ядролық қару қолданылады, сосын химиялық қару-жарақтар пайдаланатылатынын мәлімдеді. Сол кезде бүкіл әлем елдері қатты дүрлікті. Америка, Ресей, Қытай секілді елдер бір-бірінен сескеніп қатты сақ болды. Олар бір-бірін аңдып жүрді. Бірақ ешқандай дүниежүзілік соғыс болмады. Тек кейбір мемлекеттердің арасында әскери қақтығыстар болып тұрды. Бірақ оның ешқайсысы 3-ші дүниежүзілік соғысқа ұласпады. Ванга 11 жылы радиоактивті жауын-шашын нәтижесінде солтүстік жарты шарда жануарлар мен өсімдіктер қалмайды. Содан кейін мұсылмандар аман қалған еуропалықтарға қарсы химиялық соғыс бастайды деп болжам жасады. Бірақ ешқандай радиоактивті жауын-шашын жаумады. Планетамызда жануарлар да, өсімдіктер де әлі күнге дейін тіршілік жасап жатыр. Мұсылмандар еуропалықтарға қарсы соғыс бастайды дегені де өтірік болып шықты. 14 жылы химиялық соғыс салдарынан адамдардың көпшілігі ойық жара, тері ісігі және басқа да тері ауруларынан зардап шегеді деді Ванга өз болжамында. Дегенмен ешқандай мемлекет әлі күнге дейін химиялық қаруды қолданған жоқ. Сол себепті де әлемде ойық жара, тері ісігі секілді аурулар тараған жоқ. Бірақ қазіргі таңда ақыл есі кем болып туылып жатқан балалар өте көп. Мұның бәрі экологиядан болуы әбден мүмкін. Себебі қазір қалаларда машина көбейіп, ауаға көмірқышқыл газы бөлінуде. Алматы қаласына таудан қарасақ, қала көк түтіннің ішінде жатыр. Сонымен қатар халық түрлі фастфуд, газдалған сусын сияқты зиянды тағамдарды тұтынып жүр. Жастар энергетикалық сусындар ішіп жатыр. Энергетикалық сусындар бауыр мен бүйректі, жүректі қатты зақымдайды. Әсіресе энергетикалық сусынды қаланың ішінде такси айдайтындар, Алматы мен Шымкенттің арасында альфард айдайтын жастар қатты ішеді. Олар күніне 3-4 бөтелке ішеді. Ал бұл адамды өлімге алып келетіні белгілі. Яғни қазір адамдар Ванга айтқандай химиялық қарудан емес, химиялық тамақтардан уланып өліп жатыр. 16 жылы Еуропада адам қалмайды дейді Ванга, бірақ Ванга қатты қателесті. Қазір Еуропада адам көп. Бір Германияның өзінде 80 миллионнан аса адам тұрады. Бүкіл әлем халық Еуропада өмір сүргісі келеді. Қазақстанда әбден ақша жеп байғандар Еуропаға қашып баруға құмар. Қазір Еуропада Мұхтар Әблязов, Бергей Рысқалиев, Храпунов секілді көптеген қашқындар өмір сүреді. Еуропа әлі күнге дейін планетамыздың ең әсем жері болып есептеледі. 18 жылы Қытай жаңа әлемдік державаға айналады. Дамушы елдер қанаушыға айнала бастайды дейді Ванга, бірақ 2018 жылы Қытай әлі держава бола қоймады. Дегенмен қазір Қытай бүкіл әлемді өз тауарларымен ақырындап жаулап келеді. Мысалы біздің Қазақстанда бұрын қазақтар тек немістің мәшинесін мінетін еді. Қазір елімізде Қытайдың мәшинелері қаптап кетті. Қытай мәшинелері Жапонияның Камриінде елімізден тықсырып шығарып жатыр. Сонымен қатар үйдегі келіндердің барлығы қытайлық Pinduoduo сайтынан тапсырыс беріп киім-кешектер алып жатыр. Қазір Алматыда қытайлар өріп жүр. Қытайлық ресторандар, қонақ үйлерде көбейіп келеді. Қытай тек Қазақстанды емес, көршілес жатқан Ресейді де өз қарамағына алғысы келіп жатыр. Олар Ресейдің қалың орманын отап, бөренелерді өз елдеріне тасып тауарлар өндіріп жатыр. Тіпті Американың өзі Қытайдан қорқып, Қытаймен тең дәрежеде сөйлесіп құрақ ұша бастады.
Әйтпесе олар бұрын Қытайды менсінбейтін еді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Қытайлар өте әлсіз мемлекет болды. Оларды Жапония басып алуға сәл қалған еді. Міне сол кездегі әлсіз мемлекет бүгінде әлемдегі айдаһар елге айналып отыр. 18-ші жылы пойыздар күннен келетін сымдармен ұшатын болады. Мұнай өндіру тоқтайды, жер демалады деп Ванга мәлімдеп еді. Бірақ бұл үлкен өтірік болып шықты. Пойыздар әлі жерде жүреді. Қазақстандағы пойыздар әлі күнге дейін сағатына 60 км жылдамдықпен асықпай жүреді. Атыраудан Алматыға дейін 2 тәуліктен аса уақыт жүреді. Күннен келетін сым түгілі, қазақтар Астанадағы еліртіні әлі күнге дейін бітіре алмады. Жемқорлар елірті салуға қажет ақшаны өздері жеп қойды. Сондықтан да пойызбен аспанда ұшып жүретін күн әлі жеткен жоқ. Ал мұнай өндіру тоқтайды дегенде өтірік болып тұр. Әлем елдері мұнай үшін бір-бірімен соғысып жатыр. Америка таяу шығыстағы мұнайды алу үшін түрлі соғыстар ашып жатыр. Америка елі демократия орнатамыз, халыққа бостандық әпереміз деген желеумен Ливия, Сирия, Ирак, Ауғанстан сияқты елдерді тас-талқан етіп, халқын тоздырып жіберді. Қазір бұл елдер қирап жатыр. Енді Палестина елінде де күнде соғыс болып жатыр. Яғни таяу шығыс елдерінде жағдай өте қиын. Қай жерде мұнай бар, сол жерде талас тартыс жүруде. Жақын арада мұндай соғыстар тоқтамайтын секілді. Ал жер демалады дегенге келсек, бұл да өтірік. Керісінше жер қатты қиналып жатыр. Өйткені соғыс болып жатқан Палестина, Украина сияқты елдердің жеріне күнде бомба түсіп, жер анаға ауыр зақым келіп жатыр. 20-шы жылы ақша деген енді қажет болмайды. Ақша қолданыстан шығады деп жорамал жасады Ванга, бірақ халық әлі күнге дейін ақшаны тұтынады. Адамдар ақша үшін бір-бірін өлтіруге дейін барады. Ванга 20-шы жылы ақша дегеннің орнына басқаша есеп айырысу формасы шығады деген еді. Бірақ әзірге ақшаның орнын алмастыратын нәрсе болмай тұр. Мысалы адамдар бір ай бойы жұмыс істеп, соған сәйкес жалақы алады. Халық сол жалақысын бір айға жеткізуге тырысады. Жетпей жатса, банктен несие алады. Олар халыққа ақшаны жоғары пайызбен береді. Қазақстанда бір жылға 1 миллион теңге несие алсаңыз, оның үстіне 250 мың теңгедей қосып қайтарасыз. Сол себепті де қазір халық ақша жеткізе алмай өте ашулы болып жүреді. Бүкіл әлемде болып жатқан ұрлық, тонау, алаяқтық жасау, кісі өлтіру секілді қылмыстардың көбісі ақшаның аздығынан болады. Кейбір отбасылар ақшаны жеткізе алмай, тұрмыстық жағдай үшін ажырасып кетіп жатыр. 22-ші жылы жер бетіне заттардың күйін өзгерте алатын, адамдарға үміт сыйлайтын және бүкіл жер бетінде бейбітшілік орнататын біреу келеді дейді Ванга. Оның айтуынша ол адам жаңа пайғамбар кейпінде болады. Яғни оның бойында тылсым қасиет болады. Бірақ 2022 жылы жер бетіне бойында ерекше қабілеті бар ешқандай адам келмеді. Сондықтан да Ванга қатты қателесті. Жер бетіндегі соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейкум уассалам. Ол әлемге ислам дінін таратып, ізгілікті насихаттады. Адамдарға көркем мінезді болуды үйретіп, 5 парызды орындауды тапсырды. Яғни жер бетіне өзгеріс әкелген, адамдарға үміт сыйлаған соңғы адам Мұхаммед саллаллаху алейкум уассалам пайғамбар болды. 23-ші жылы жер орбитасы аздап өзгереді деді Ванга. Егер жер орбитасы өзгерсе, жер бетінде көптеген табиғи апаттар болады. Мұхиттар тасып, дауылдар тұрып, жер беті қатты ысып немесе қатты суып кетеді. Яғни жердің өз орбитасынан айнуы үлкен трагедияға алып келеді. Дегенмен ғалымдар биыл жер планетасы орбитасынан айнымағанын көрсетті. Яғни бұл жерде де Ванга қатты қателесті. Әйтсе де қазір әлемде ғаламдық жылыну процесі жүріп жатыр. Соның кесірінен мәңгілік мұздықтар еріп, кейбір елдерде қыс болмай кетті. Мысалы Қазақстанда Шымкент қаласында соңғы жылдары қыс өте аз болып жатыр. Бүкіл қыс бойы 1-2 рет қана қар жауып тез еріп кетеді. Соның кесірінен көктемде шөп дұрыс шықпай, құрғақшылық болуда. Бірнеше жыл бұрын Қазақстанда қыс өте нашар болып, Батыс Қазақстан жақта малдар аштан қырыла бастады. Өзен көлдер кеуіп кетіп жатыр. Аралға құятын Сырдария өзені де соңғы кездері тартылып барады.
Бүкіл Қазақстанда асырап отырған Каспий теңізі де тартылып жатыр. Балқаш көлінің де жағдайы мәз емес. Міне, ғаламдық жылынудың салдарынан Өзбекстан, Дубай, Түркия сияқты елдер адам шыдатпастай ыстық болып кетті. Жазда халық ыстықтан қатты қиналады. 23 жылы табиғи жүктілік тоқтайды деді Ванга, яғни нәрестелер зертханаларда өсіріледі, ал оларды кім асырап алатынын арнайы сарапшылар шешеді. Ата-аналар шаштың немесе көздің түсі болсын, өздерінің қалаған параметрлері мен ерекшеліктерін таңдай алады. Бірақ мұндай жағдай орын алмады. Әлі күнге дейін әйелдер өздері босанады. Табиғи босану деген Құдайдың берген сыйы. Өз баласын толғатып босанған ана баласына өз бойындағы барлық қасиетті береді. Сондықтан да табиғи босану ешқашан тоқтамайды. Құрметті көрермендер, көріп тұрғанымыздай Ванга көп қателескен. Оның көптеген болжамдары мүлде шықпады. Бірақ халық әлі күнге дейін Вангаға сенеді. Дегенмен асыл дінімізде көріпкелдерге сенуге болмайтынын айтады. Көріпкелдерге болашақта не болатынын шайтан сыбырлап айтады екен. Бірақ шайтанның айтқаны дәл шыға бермейді. Бұл әлемде нақты не болатынын білетінін жалғыз Алла тағала. Десе де Алла тағала өзінің кей пенделеріне ерекше қасиет берген. Пенделер осы ерекше қасиетті жақсы нәрсеге жарату керек. Халыққа пайдасы тиетін ем-домдар жасап, жылы сөздер айтып жанын жұбату керек. Құрметті көрермендер, келесі видеода қандай көріпкел туралы көргіңіз келеді? Комментарийге жаза кетіңіз.